Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен чебуреки дайындайтын боламыз. Мен картошка қосып жасадым. Сіздер ет қосып жасасаңыздар болады. Бізге ең алдымен 350 грамм ұн електен өткізілген. Содан соң осылай ортасын ашып қоямыз. Ыстық суға 1 чайный ложка тұз қосып жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң осылай қосып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Мен өте ыстық суды қостым. Осылай жақсылап араластырып жасап аламыз. Менің істеген қателігім майды соңында қосқаным, бірақ сонда да жақсы шығады екен. Сіздер осылай барлығын араластырып жатқан кезде бас жағында қосып жіберсеңіздер болады. Содан соң осылай 20 грамм майымызды қосып аламыз. Соңында қостым мен, көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап басын біріктіріп, тындырып қоясыздар арасында. Сол кезде қайта ашып, июін қандырып, жақсылап илеп тұрасыздар. Міне басы бірікті. Енді бетін жауып 15 минутқа қойып салмасын дайындайтын боламыз. Мен 5-6 дана картопты турап осылай қайнатып алдын дайындап алдым. Содан соң бір пияздың жартысын жақсылап қуырып қосып жібердім. Сіздерде тартылған ет болса, содан жасасаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. 1 шай қасық тұз қостым. Осылай жақсылап езіп, май, сүт болса сүт қосып жіберсеңіздер болады. Теңдеп бөліп кішкентай домалақтар жасап алатын боламыз. Сосын барынша жұқа етіп жайып, көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жайып,
салмасын ортасына салып, жанын мен шанышқымен басып шықтым. Мұнда екіншісін жайып көрсетіп жатырмын. Осылай жұқа етіп жайып, мен арасында оны пайдаланып отырдым әрине. Бірақ тым қатты жабыспайды оқтауға. Осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың ортасына салмасын салып, жанын толықтай бекітіп, үстінен шанышқымен басып шықсаңыздар әдемі көрінеді. Егер де дұрыс жабылмаған болса, ішіндегі картобы сыртқа шығып, майды қара түске енгізіп жіберуі мүмкін. Міне содан соң осылай шанышқымен басып шығатын боламыз. Ішіне ауа қалдыратын боламыз міндетті түрде. Сол кезде біздің чебурекелеріміздің сырттарында бөртік-бөртік болып әдемі болып көрініп тұратын болады. Қызып тұрған майымызға екі бетін айналдырып тұрып пісіріп алатын боламыз. Менде май кішкене қатты қызып кеткен жақта. Уайымдамаңыздар, бірақ іші толықтай пісіп шығады екен. Менің қазаныма 2 дана чебуреки ғана сыйды. Не осылай қызарып, әдемі болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп жасап көріңіздер. Міне қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар.